Қайырлы күн, өзгеруге алғашқы қадам жасаған сұлу ханымдар. Сіздерді бүгінгі алғашқы қадамдарыңызбен құттықтаймын. Өзгеруге деген алғашқы қадамдарыңыз өте жемісті, жеңісті, сәтті болуына тілектеспін. Және мен де өте сенім мол. Бұл жерде ең басты нәрсе сіздерде сенім болсын. Сенімдеріңіз дұрыс болса, барлығы әрине дұрыс болады. Сонымен қатар, марафон 5 күнге созылады, оны білесіздер, иә? 5 күнге созылады, 5 күн ішінде жаңағы ойларыңыздан арыласыздар, арман мақсат қоя білесіздер, медитация жасауды, аффирмация, жаңағы айтуды, және де өзіңіздің бойыңыздағы артық еріншектік, жалқаулық, өзіңізге зиян келтіріп жүрген мінез құлықтардан, және де енді жеңіл-желпі болғанда ауру сырқаулардан да құтылуларыңызға болатын техникалармен таныс боласыздар. Бүгінгі бірінші тапсырмамыз бұл әрине ойды тазалау. Сіздердің ойларыңыз таза болса, бойларыңыз таза болады. Сол себепті адамның ойында жүрген әрбір біреуге деген өкпе реніштеріңіз, олар сіздердің артық энергияларыңызды жейді. Сол себепті сіздер шаршаңқы, жаңағы әлсіз бола бастайсыздар. Энергия деген өте негізі бұрын адамдар айтатын еді ғой, уақытты қадірлеу керек, уақыттың қадірін білу керек, уақытты бағалау керек, ең қымбат байлық уақыт деп. Уақытпен қоса адамның энергиясы ең қымбаты, және де ең бағалайтын бұл адамның энергиясы. Сіз өзіңіз білесіз ғой, энергияңызды қандай нәрсеге жұмсайсыз? Өсек айтып жұмсайсыз ба, өтірік айтып жұмсайсыз ба, әлде біреуді жамандап жұмсайсыз ба, әлде біреуді ойлап, сол негативке кіріп отырып жұмсайсыз ба, әлде жақсы нәрсеге жұмсайсыз ба, әлде кітап оқуға жұмсайсыз ба, әлде қалаулым көріп жұмсайсыз ба? Оның барлығы ол өздеріңізге байланысты. Вот энергия деген нәрсе осы нәрсе. Соны дұрыс түсініңіздер. Бүгін міндетті түрде ойларыңыздан арыласыздар. Ол ойдың бәрі енді сіздерге керек емес. Өзгеріске алғашқы қадамды бастағандықтан артық ақпараттың керегі жоқ. Ең бірінші адамның ойы түзу болса, ой жөнделсе, адамның сөзі жөнделеді, адамның сөзі жөнделсе, адамның іс-әрекеті жөнделеді, іс-әрекеті жөнделсе, адамнан нәтиже шығады. Сол себепті енді ойларыңыздан қалай арыласыздар, жаман ойдан қалай арыламыз. Ол үшін сіздерге бар болғаны қағаз бен ручка ғана керек. Қағаз бен ручканы аласыздар, тыныш жерге отырып, өздеріңізге бір күніне 3 сағат уақыт бөлсеңіздер жеткілікті. Марафон біткенге дейін. Енді марафон біткеннен кейін өздеріңізге қарап ыңғайлап аласыздар.